бала 3 жасқа дейін 2 жастарда сөйлемей жатырса, мамандарға жүгіну керек. Әрбір возрастта шығатын процестердің өз кезеңде болмауы әсер ету мүмкін. Енді қараңыздар, мен жаңа осының барлығы баланың сөйлеу тіліндегі шығуына жаңағыдай әсері бар. Яғни мынаудан сөйлемей қалды, мынадан сөйлемей қалды емес, яғни жалпы осындай әсерлері болады, яғни себептері бар. Енді қараңыздар, балада мен жаңа айта кеттім, сөйлеу возраст әр сөйлеу тілі шыққанға дейінгі дайындық кезеңін айттым ғой. Сол дайындық кезеңде, яғни дайындық кезеңде әрбір айтылған әрбір айтылған даму кезеңдері болатын, даму кезеңде болатын сөйлеу, былдырлау, өлдеу және де бір 10 шақты сөздің шығуы, сондай нәрселер болмаса, сіз міндетті түрде не істейсіз, ол маманға жүгіндіңіз, енді қараңыз, сол нәрсе маманға жүгінгеннің өзінде де қараңыз, балаңыз уже туылғаннан бастап 1 жасқа дейінгі дайындық кезең ғой, дайындық кезінде шықпаған нәрселер, сосын 1,5 жастан бастап, енді біреулер айтады, 1 жастан бастап жаңағыдай мама дегенді айта бастады, немесе былдырлай бастады дейді. Уже сіз 1 жылға кешіктіңіз. Яғни балаңыз сіздің себебіңіз болады, өйткені сіз дер кезінде қадағалап отырмадыңыз баланың даму кезеңдерін. Яғни сіз 1 жылға кешіктіңіз, значит, баланың сөйлеу процесіндегі сөздік қорында, ертеңгі сөздің шығуында, яғни тежеулер болады. Өйткені сіз басында болатын процестерді қадағаламадыңыз ба, значит, ол процестер кейін шығып жатыр ма? Яғни, ол сол жас аралығында шыққан, кейін мына жас аралығында шығып жатқаннан кейін, ол не істедіңіз? 1 жылға кәдімгідей сол аралықта сіз уақытты өткізіп алдыңыз деген сөз. Көрдіңіз ба, неге осы бізде баланы мамандар алған кезде ата-анасымен сөйлеседі, яғни сұрайды, ата-анасынан сұрайды, мынандай жағдайлар болды ма, мынандай процестер болды ма деп сұрайды. Сондықтан көрдіңіз ба, осы процестердің ата-аналар мұқият қадағалау керек. Сол процестер өз уақытында болды ма, болған жоқ па? Жалпы осылай, бала неге сөйлемейтінін түсініңіз ғой, бала сөйлемейді, ол жаңағы сіздің көмегіңіз болмаған, сіз жақтан қолдау болмағандықтан, және мүмкін жаңағыдай өзіңіздің босану кезіндегі әртүрлі жарақаттардың кесірінен болуы мүмкін дейді. Және де кеш сөйлейтін себептерін айттым. Кеш сөйлейтін себебі сіз өз возрастына шығатын моментті қадағаламағансыз, яғни әр возрастта шығатын әр процесстерді қадағаламағандығыңыздың кесірінен. Яғни сіз егер сол уақытта сондай нәрсе болмай жатыр ма, сіз уже маманнан сұрауыңыз керексіз, мынандай болып жатыр, неге, не себепті деген сияқты. Баланың сөйлеу тілі және сөздік қорын дамытудың жолдары дедім. Көрдіңіз, баланың сөйлеу тілін мен айтып өттім, 2 кезеңге бөлінеді жаңағыдай. Қандай кезең? Дайындық кезеңі, сөйлеуші тілі шыққан кезең деп. Және сөздік қорының дамытудың жолдары. Сөйлеу тілінің дамытудың жолдары, сөздік қорын дамытудың жолдарында бірден-бір, ол бірінші ата-ананың өзінің баламен сөйлесуі, қарым-қатынас жасауы, және жаңағы кітап оқып беру, сосын баламен кішкентайынан бастап қимыл қозғалыс жаттығуларын көп жасату, және ұсақ моторикасын дамыту, және де осы жерде тыныс алу жаттығулар, балаларға кішкентай кезінен бастап жаңағыдай неше түрлі ойыншықтар алып беру. Яғни ата-анасы әрбір балаға өз возрастына сай ойыншықтарды дер кезінде алып беріп отыру. Яғни егер ата-ана сол ойыншықтарды алып бермей жаңағыдай болады ғой, сол кезеңдерде сол ойыншықтармен ойнамаса, сол кезеңде сондай нәрсе істемесе, қозғалысы болмаса, жаңағыдай әңгімелесу болмаса, кітап оқып беру кезеңдері болмаса, ойыншықтармен ойнау, жаңағыдай кішкентай балаларда болады, шылдырмақ, яғни ол есту қабілетіне, және де жаңағыдай үрлеу, неше түрлі нәрсе, пип-пип деп үрлететін нәрселер болады, сондай нәрсе үрлететін нәрселер, жаңағыдай мынау қалай атын білмей тұрмын, стаймыздағыны үрлейміз ғой, үрлеген кезде қозғалатын не дейтін еді, сол
сондай нәрселерді бізде жалпы балаға алып беру керек. Яғни ол арқылы сіз не істейсіз? Тыныс алу жаттығуын жасатып жатырсыз деген сөз. Көрдіңіз бе? Ерте жастан бастап. Және де бізде мен айттым, сіздерге қазір мен бөлек не жасай кетемін, видео сала кетемін. Жалпы бір жастан бастап қандай жаттығулар жасатса болады балаға, сол туралы жеке видео салынады. Енді қараңыз, көрдіңіз бе? Баламен дамытуда ұсақ моториканың, жалпы қимыл қозғалыстың маңызы өте зор. Кітап оқып берудің, әңгімелесудің, ертегі оқып беру, ойыншықтарды дер кезінде алып беру, яғни ойыншықпен ойнау. Ол ойыншықпен ойнаумен қатар, мысалы қараңыз, қазіргі заманда көбіне планшетті беріп қояды, нелерді, телефондар беріп қояды. Енді қараңыз, телефонның ішінде көретін қазақ тілінде мағлұматтар аз. Сосын орыс тілінде немесе ағылшын тілінде көп. Сосын көбіне сөзсіз, яғни просто мелодия арқылы мультфильмдер көп. Яғни олар не істейді? Баланың сөйлеу тіліне, сөздік қорын дамуына не істемейді? Көмегі жоқ, ол керісінше жаңа екі тілділік болып кетеді біріншіден. Өйткені ол сізбен қазақша сөйлесіп жатқанмен көретін нәрсесі орыс тілді болса, ол не істейді? Суыққа бірінші орыс тіліндегі көп нәрсені нені көреді, сол нәрсе болады ғой. Сол орыс тіліндегі сөздер сақталады. Сосын жаңағы мелодиямен айтылатын, ол жерде көрсеңіз сөз естімейді, просто мелодия, ол мелодия естіліп тұрады дағыны, сөз естімейді. Слухта көрсеңіз сөз қалыптаспайды. Сосын егер баламен осы смартфондар бермей, баламен бірге ойнау керек. Енді бір қағида бар осы жерде. Баламен ойнайсыз. Баламен ойнаған кезде, мысалы, мынау доп, жоқ, одан айтпай қой, мысалы, элементарный су деп айтады, сізден бала су сұрайды. Бала сізден суды сұраған кезде не дейді? Мама, су дейді, просто су дейді. Ол мама деп айтпайды, бірінші, просто су өзіне керектісін сұрап жатыр. Ал көрдіңіз, сөзді қорын дамытуда, сіз сөзді қорын дамытуға сіз көмектесесіз. Қалай? Су бер. Яғни балаға айтпаңыз. Су сұрап жатыр ғой, сіз суды беріңіз, су бер деп беріңіз. Ода баладан су бер деп айт, қайтала, осылай жаса деп айтпау керек. Баланың ең жек көретіні ол қайтала, жаса, сұра деген нәрсені жек көреді. Әсіресе ол жаңа мектеп жасына дейінгінің алдыңғы кезеңінде. Сондықтан да сіз сөзді қорын дамытуда үндемей жаңағыдай су сұрап жатқан кезде су бер, немесе өзіңіз айтасыз, пусть ол қайталамай қоя салсын, бірақ сіз айта беріңіз. Ол баланың слухына, есту қабілетіне сақталып жатыр. Яғни су бер, сіз уже бер деген сөз не қылды. Келесі күні уже мама бер, мама су бер деп, сосын суды беріп жатқан кезде суды ал деп, осылай суды беріп жатқан кезде, алып жатқан кезде, сұрап жатқан кезде бер, ал деген уже жеңіл етістіктер болады ғой алдына, яғни жеңіл сөйлем, жай сөйлемді уже құратып үйретіп жатырсыз балаға. Яғни фразалық сөйлемдер құралып жатыр, көрдіңіз бе? Балада жай фразалық сөйлемдер. Енді оған көмектесетін ол сіз. Жаңағыдай осыны қадағалаңызшы, қайтала, жаса, қайталашы деген нәрсені сұрамаңыз, бірақ сіз айта беріңіз. Сосын баламен бірге ойнаңыз. Жаңағы смартфоннан алыстату үшін сіз көмектесесіз, сіз баламен бірге ойнаңыз. Баламен бірге ойнаңызда, бірақ бала өзінің тілінде айтып жатса, сіз оған мынандай бүйтіп айт деме, өйткені ол сізден жалығып кетеді, сізбен ойнағысы келмей қояды. Сондықтан да онымен ойнаңыз, бірақ сіз оның дұрыс жолын айтыңыз, дұрыс түсінікті, дұрыс сөзін айтыңыз. Яғни доп ойнап жатыр ма? Доп ал, допты ал демес, ол доп ал, яғни. Сосын барып, уже 2 жастан асқаннан кейін допты ал, уже арқайы қосымшасын қосасыз. Яғни жалғауларды қосып айтасыз. Басында доп ал, доп бер деген сияқты сөздерді. Сіз машина ал, машина басында сізде ол қалыптасты ғой, 1 жас пен 2 жастың аралығында ойнап жатқан кезде, қараңыз, мынау вым-вым-вым, басында пип-пип-пип, машина пип-пип-пип, біреу вым-вым-вым дейді, солай айта берсін. Уже 2 жастан бастап, уже қара, машина, уже пип-пипті айтқаннен кейін барып, уже неге өтесіз сіз? Машина сөзге өтуіңіз керексіз. Машина, пип-пип-пи.
Көрдіңіз ба? Пи-пи-пиді алып тастамаңыздар, қосып отырыңыз. Машина, пи-пи-пи. Немесе пи-пи-пи, машина. Сосын сөзді айтқызған кезде буынға бөліп айтқыздырыңыздар. Міндетті түрде. Өйткені бала бірден қабылдамайды сөзді, кей балалар, иә. Ол буынға бөлу арқылы айтқызсаңыз, сіз буынға бөлу арқылы айтсаңыз, сол қабылданады. Яғни пип-пип, машина, машина. Көрдіңіз ба? Осылай сақталады. Сосын әрі қарай, егер сіздің ойнауға уақытыңыз жоқ дейді, сосын сөйлейтін балалардың ортасына қосу. Неге? Сөйлейтін балалардың ортасына қосқан кезде балалар сөйлеседі ғой, әңгімелеседі. Сол нәрсені естиді. Сол кезде сөзді қорына жаңа сөздер қосыла бастайды. Сосын ол сөздерді естіп, бала бір күн емес бір күні айтады. Енді мынаны ұмытпаңыздар да, мен 2 күн, 3 күн айттым, бірақ ол маған айтқан жоқ, су бер деп айтқан жоқ деп уайымда паника тудырмау керек та. Яғни не істеу керек? Ол айтыла береді, айта беріңіз, сіз айтудан жалықпаңыз да, айта беріңіз. Бір күн емес бір күні ол фук етіп сізге су бер деп айтады. Ол гарантия. Түсініңіздер ме? Балада ең бірінші нәрсе не ол? Айта беру, балаға қайталай беру арқылы сіз баланың есте сақтауына көмектесесіз. Сондықтан да міндетті түрде осыны қадағалаңыз. Яғни балаға бірнеше рет қайталаңыз. Бірақ баладан қайталап жатқан кезде жаңағыдай ескертетінді ұмытып кетпеңіз. Одан қайта сұрай бермеңіз. Бір рет сұраңыз, айтпай ма, кішкене не алмай қойсаңыз, екінші күн тағы бір сұрап көріңіз. Мүмкін ол келесі күні айтуы мүмкін. Яғни баладан қайталашы, айтшынан жасашы. Сол нәрсені ескеріңіздер. Осы нәрсені көп сұрамаңыздар. Егер осы нәрсені сұрай берсеңіздер, бала жабылып қалатағыны, наоборот, сөйлемеуге тырысады, яғни жауап бермеуге тырысады, сосын мимикаға қарай өтіп кетіп қалады. Яғни, мама, су, осылай өтіп кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да сол нәрсеге жеткізбес үшін сіздер су бер деген сияқты жай фразалық сөздерді қолданыңыздар. Түсініңіздер ме? Яғни біздегі мектеп жасына дейінгінің алдыңғы кезеңінде өте қатты қадағалайтын нәрселер. Енді көрдіңіз ғой, жаңа айттым, сөзді қорын дамытудың жалпы жолдарын айтып кеттім, иә? Егер сіз осы жолдарды жасасаңыз, баламен осы нәрселерді істесеңіз, егер жаңағы баланың туу кезіндегі жарақат, бас сүйек ішіндегі жарақаттары болып, сондай туа кезінде болмаса, туылған кезінде сондай процестер болмаса, бірақ одан кейінгі болатын процестерде сіз егер осыларды мұқият жасай берсеңіз, даже сізде минус емес плюс болатағыны проблеманың алдын алу жолын аласыз уже. Осы жалпы түсінікті ғой деп ойлаймын. Енді қазір мен келесі видео бізде болады кішкентай балаға жаңағы саусақ жаттығуларын 1 жастан бастап балаға жасалатын саусақ жаттығуларын көрсетемін. Яғни соларды балаға жасауға болады. Яғни 1 жастан бастап саусақ жаттығуларын жасайтын жаттығуларын көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.